Егер сіз үнемі шықатудан, диареядан, жүрек айнуынан немесе аузыңыздан ащы дәм сезумен зардап шегетін болсаңыз, мәселе өт шығаруда немесе өттің циркуляциясында болуы мүмкін. Мұның көптеген себептері бар. Дұрыс емес тамақтанудан бастап, бауыр немесе өт қабының ауруларына дейін. Жалпы өт дегеніміз не? Өт бауырда түзілетін және ас қорытуда маңызды рөл атқаратын тұтқыр, сары жасыл сұйықтық. Ол негізінен су мен электролиттерден тұрады. Сондай-ақ оның құрамында гормондар, витаминдер, токсиндер, ауыр металдар және де басқа заттар болуы мүмкін. Өт бауыр жасушаларында, яғни гепатоциттерде синтезделеді. Бауыр жасушасында түзілген өт түтікше арқылы бауырдың оң және сол жақ үлкен түтікшелеріне қарай ағып жылжиды. Кейін олар бірігіп, жалпы бауырлық түтікшеге айналып, олардан бөлінген секреция өт қабына және де 12 келшекке қарай жіберіліп отырады. Өт қабы бауыр мен 12 келшекте түтікшелер арқылы жалғастыратын шағын уысты мүше, груша тәрізді. Ол тамақтың бір бөлігін қорытуға қажетті өт қорын жинайды және сақтайды. Егер адам майлы нәрсе жесе, холецистокинин гормондарының әсерінен өт қабының қабырғалары жиырылып, жиналған өт түтік арқылы 12 келшекке қарай шығады. Жалпы өттің қызметіне тоқталатын болсақ, өттің негізгі қызметі тамақпен бірге ағзаға түсетін майларды ыдыратуына қатысу. Яғни секреция тамақпен араласып, майларды кішірек молекулаларға дейін ыдыратады. Өт қышқылдары жалпы майды ол эмульсиялайды, яғни ұсақ тамшыларға дейін ыдыратады. Бұл ферменттердің майды қорытуына әлде қайда жеңіл болады. Өтпен өңделгеннен кейін май қышқылдары қанға түсіп, жасушаларды құруға, бұлшық еттерді қоректендіруге және де гормондар өндіру үшін қажет жерге жіберіледі. Сондай-ақ бөлінген майлар, майда еритін витаминдер бар. А, Д, Е, К деген. Бұл суда еритін витаминдерден айырмашылығы С, В-дан. Бұл заттар тіндерге тек май қышқылдарымен бірге ене алады. Ал егер сізде май қышқылдар жеткіліксіз болса, А, Д, Е, К деген витаминдер ағзада сіңірілуі жүрмейді. Ас қорыту қызметінен басқа, өт ағзаға артық холестериннен айырылуға көмектеседі. Ол өт қышқылдарымен байланысып, ішектен нәжіспен бірге сыртқа шығарылады. Өт жеткіліксіз болса, холестерин ішек арқылы қайтадан қанға сіңіп, қанға түседі. Осылайша ол реттеліп отырады. Қанда холестериннің жоғары болуы ол ағза үшін білесіздер өте қауіпті. Яғни ол қан тамырлар қабырғасына жабысып, атеросклероз шақырып, соның салдарынан жүрек, қан тамыр, ми ауруларының дамуына алып келеді. Өт ағзада қажет емес заттарды кетіруге көмектеседі. Мысалы, ескі эритроциттердің жойылуы кезінде пайда болатын артық билирубинді және дәрі-дәрмектің қалдықтарын нәжіспен бірге сыртқа шығарып отырады. Өттің тағы да бір маңызды қызметі ол қалыпты ішек қышқылдылығын сақтау. Ол асқазаннан бөлінетін қышқылдарды бейтараптауға және тиімді ас қорыту үшін ішекті оңтайлы pH деңгейін сақтауға көмектеседі. Организм өт шығаруды қалай реттеп отырады деген сұрақтар туындайды. Ағза ішек пен қандағы өт қышқылдарының концентрациясына негізделіп, өт өндіруді реттейді. Егер ол көбейсе, бұл өт қабындағы өт қоры таусылғанын және де бауырдың белсенді жұмыс жасап жатқанын білдіреді. Реттеу процесіне симпатикалық және парасимпатикалық жүйке жүйесіне қатысады. Симпатикалық ол өттің бөлінуін арттырады, ал парасимпатикалық ол өттің бөлінуін баяулатады. Өт өндірісі мен оның циркуляциясы көптеген себептерге байланысты ол бұзылуы мүмкін. Атап айтатын болсақ, ол түтіктердегі қабынулар болса, өт қабында қабынулар болса, немесе өтте тастар болса, полиптер болса, метаболикалық бұзылулар болса, бауыр циррозы болса, майлы гепатоз болса, гепатит болса, яғни бұл кездерде бауыр жасушаларының санының азаюына байланысты өттің өндірілуі де азайып, соның салдарынан өттің циркуляциясы да бұзылады. Және де бұдан да басқа себептер бар бауырдан тыс. Олар жүйелік аурулар кезінде, яғни аутоиммунды аурулар кезінде, қант диабеті, зат алмасудың бұзылуы, дұрыс емес өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтанбау, ұзақ уақыт дәрі-дәрмектерді қолдану, ол өт өндірісінің бұзылуына және де өттің циркуляциясының нашарлауына алып келуі мүмкін. Мысалы үшін антибиотиктер, эпилепсияға қарсы препараттар, жүрек қан тамыр ауруларын емдеуге арналған кейбір дәрі-дәрмек препараттар ол өттің бұзылуына және де өттің циркуляциясына өндірілуіне кері әсерін тигізеді.
Синтезделген өттің көлемі мен сапасына әсер ететін тағы бір фактор ол дұрыс тамақтанбау. Соның ішінде майлы, қуырылған, ащы және де дәмдеуішті шамадан тыс тұтыну. Соның қатарында рационда ақуыз бен талшықтың жеткіліксіздігі. Денедегі өт деңгейін біз қалай тексеруімізге болады деген бұл сұрақтар туындайды. Яғни ағзадағы өт деңгейін тура мағынада тексеру бұл мүмкін емес. Жалпы өттің көлемін тексеру мүмкін емес. Біз тек қана билирубин деңгейін тексеруімізге болады. Осылайша ол өттің түзілуін және де өт өндірілуін осылайша байқау білуімізге болады. Ол жалпы қан арқылы білінеді. Және де қандағы өт қышқылдары бауыр функциясын проблемаларын, бауыр мен өт жолдарындағы өт бұзылуларды анықтау үшін қажет. Сол себепті құрметті тыңдармандар, егер бауырыңызда және өт жолдарында проблемалар болатын болса, осы өт қышқылдарына тексеріп деңгейін анықтаған абзал. Дегенмен де тек сынақтарды қолдана отырып бауыр және немесе өт жолдарының жағдайын бағалау мүмкін емес. Сондықтан олармен бірге дәрілік аспаптық зерттеулер тағайындалды. Мысалы үшін ультрадыбыстық зерттеу, яғни сол арқылы біз өт қабында тастарды, ісіктерді немесе қабыну процестерін анықтап бар жоғын білеміз. Ал енді осындай аурулар болмау үшін біз сол аурулардың алдын алуымыз керек. Мысалы үшін бауыр ауруларының, өт тас ауруларының алдын алу өте маңызды болып келеді медицинада. Жалпы өттің қалыпты өндірісі мен қозғалысын сақтау үшін дәрігерлер диета немесе тамақтану әдеттеріне назар аударуды ұсынады. Майлы және қуырылған тағамдар, қарапайым көмірсулар мен алкогольді сусындар асқазан ішек жолдарының бұзылуын тудыртады. Сондықтан оларды тұтынуда шектеу ұсынылады. Тамақтану арасында ұзақ үзілістердің өттің бұзылуына және өт қабында тастардың пайда болуына алып келеді. Сондықтан бұл аурулар тұқым қуалайтын бейімділігі бар адамдарда үнемі тамақтану ұсынылады, яғни аз-аздан көп мөлшерде. Ұзақ уақыт бойы аштық сезімге жол бермеу керек. Күнделікті бір уақытта тамақтану асқазан ішек жолдарының күнделікті тәртіпке бейімделуіне және жақсы жұмыс істеуі үшін ол өте маңызды. Сол себепті арнайы бір белгілі уақытта ғана тамақтансаңыз өте керемет болады. Бауырдың дұрыс жұмыс істеуі үшін қалыпты салмақты сақтау маңызды. Зерттеулерге сәйкес бауырдың стеатозы, яғни май басуы 70-90% жағдайда семіздікпен бірге жүреді. Асқазан ішек жолында қандай да бір ыңғайсыздықты сезінсеңіз, мүмкіндігінше тезірек дәрігерге бару өте маңызды. Ыңғайсыздыққа жол бермеңіз және өзін-өзі емдеуге болмайды. Бауырдың, өт қабының және де ас қорыту жүйесінің немесе басқа да органдардың жұмысына байланысты осы бұзылуларды уақытылы диагностикалау және емдеу қауіпті асқынулардың алдын алуға көмектеседі. Бүгінгі видеом соңына келіп жетті. Сіздермен болған диетолог-терапевт доктор Алмат. Егер видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Бұл осындай қазақша контенттің дамуы үшін өте маңызды. Назарларыңызға рахмет.